бала кезімде мен үшін отбасы ең үлкен әлем еді. Әкемнің күлкісі, анамның мейірімі, бауырларымның шаттығы, бәрі мен үшін нағыз бақыт болатын. Бақыт деген сәнді өмірде емес. Бір-біріңді құшақтауда, кішкентай қуаныштарда, ортақ күлкіде екен. Сол сәттерді кейін түсіндік. Өмірдің бар қиындығына қарсы тұратын күш отбасыңның бірлігі. Сол кезде әкем мен анамның құшағына қарай жүгіріп бара жатып, мен бақыттың не екенін алғаш рет ұққан сәт. Бақыт бізді біріктірген сол сәттерде еді. Ай, кемпір! Иә. Ай, мына қара, мына баяғы Рүстем, Олжас, армандардың таласып тармасып оқитын қазақ ертегілерін қара, тауып алдым. Осыған қызығып оқушы еді ғой. Иә, айтпа. Отыр. Ай, мынау, міне, қобыланды батыр. Ай, мінекей. Міне. О, Алпамыс батыр. Ашалы. Балалар хабарласты ма? Кеше Рүстем хабарласты. Олжас пен Арманнан хабар жоқ. Сонда да хабарлассаңшы. Өткен аптада олар осы аптада келеміз деп еді ғой. Ай, келіңдер деп айттық. Енді қайта-қайта хабарласып, олардың неменеге мазасын аламыз? Ай, өздерінің шаруалар бастарынан асып жатқан шығар. Хабарлашы. Немерелерді сағындым. Суреттерін қарап отырамыз. Хабарлашы. Өзің хабарлас. Мен бе? Өзің. Ой, тегі бір осылай неғымаңыздашы. Адам настроениесін түсіріп. Кешке дейін жұмыстамыз ғой енді. Қол бос емес. Ешкім ерігіп жүрген жоқ. Ой, тегі бір. Мам, сосын сөйлесейікші. Сен крутой шығарсың, мен бір жауап? Крутой емес, крутой. Сен сияқты ақымақтарға ондай заттарда болмайды. Пап, ағарысқа айтыңызшы, менің бөлмеме рұқсат кіріп ноут алып кеткен. Ол менің ноутбугым. Сол үшін алдым. Ол сенікі емес, менікі. Сендер миды ашып бітірдіңдер ғой. Барыңдар жан жаққа. Пап, Ау, қызым. жұмысқа кетіп бара жатсыз ба? Иә. Маған ақша берем дедіңіз ғой. Берем ғой саған ақша, қызым. Қазір. Так. Мен саған ақша, әке маңдайда. Балалар, бұзып болмаңдар. Мен жұмысқа кеттім, ха? Көрдіңдер ме, енді кімді қатырақ жақсы көреді деп ойлайсыңдар? Айттым ғой, хабарласпай ақ қояйық. Қол бос емес деп. Босқа көңіл күйіңді түсірдім. Жоқ, көңіл күйім түскен жоқ. Арманға хабарласай. Иә, мам. Мүмкіндік болса барып қайтам ғой. Енді мынау жұмыс бар, балалардың оқуы бар, үйдің тірлігі бар. Барып қайтам, мам. Заманың айтады саған тез бол деп. Мұстафа, қазір добымен бірге терізін лақтырып жіберем, тыныш отыр. Не? Бірдеңе болса ашулана шығасың, байқамай қалдым. Ойнама вообще сен машинаның ішінде. Пап,
мынаған айтыңызшы. Ау. Пап, маған айфонды қашан алып бересіздер? Сіздер алып берем дегенше о жерде шығып қойды ғой. Жарайды, мам, хорошо. Қызым, алып береміз. Сәл шыдай тұрсайшы. Ой, маған футбольный клубқа жазылу керек деп айттым ғой. Бірінші соны істеңіздерші, мынаның айфоннан қарағанда пайдалы. Сен сөйлемей тыныш отыршы. Мен бірдеңе айтсам жағаласа бермей. Пап, тезірек алып беріңіздерші. Бәрінде бар, менде ғана жоқ. Болды, мам, түсіндім. Естіп тұрмын деймін. Хабарласам. Барамыз, жарайды. Жолда келе жатырмын мен. Ай, қызым, не болды? Әперем дедім ба, әперем ғой. Сәл шыдай тұр, я? Ой, мынау тағы келе жатыр ма? Мен жайлы айтып жатсың ба? Жоқ, есіктің алдында бір ит өтіп бара жатыр екен, соны айтып жатырмын. Мынау тәтті қызға тәтті шоколад. Әкелмей ақ қойсаң да болатын еді. Жоқ, мен саған күнде шоколад әкелемін, өйткені енді мен де осы жерде жұмыс жасаймын. Не? Сен ба? Қош прикол ұстамай. Прикол емес, шынымен. Мен де осы жерде официантпын. Енді екеуміз бір коллективпіз. Есеп тұрсың онда, бар киімдерін ауыстыр да, ана жақты жина. Ой, үлгерем дедім ғой. Ой, сендер уайымдай бермеңдерші. Ей, давай. Ой, мынау да бір керек кезде. Бауырым, көзіне қарамайсың ба, жынсың ба? Бауырым, әбетпеш, байқамай қалдым, қатты соққан жоқпын ғой. Қалай қатты соққан жоқсың, қарасашы. Короче, мынаны түзетіп алсаң соқпайды. Полиция шақырам. Бауырым, полицияның керегі жоқ. Барлық шығынды өзім өтеп берем. Полиция керегі жоқ. Конечно, өтейсің. Өйткені кінәлісің. Отырсың сотқа шықлап. Бауырым, артық кетпеш. Айтып отырмын ғой, шығынды өтеп берем деп. Келсейік. Короче, бауырым, былай жасаймыз. Новый бампер қоясың. Сосын моральный ущерб төлейсің. Әйтпесе полиция, скорый шақырам. Келістік пе? Жарайды, келістік. Шалау, баламыз хабарласып жатыр. Аварияға түстім дейді. Не дейді? Аварияға. Алло, балам, амансың ба? Не болып қалды? Аманмын, әке. Менде бәрі дұрыс. Тек машина кетті. Біз не істейік? Жолға шығайық па? Жоқ. Келмей ақ қойыңыздар. Тек мына жақта басқа көліктің егесі ақша сұрап жатыр. Менде ондай көлемдегі ақша жоқ, әке. Қанша сұрайды? Шамамен 3-4 миллион. Болды. Бәле жаланың бәрі сол темірмен кетсін. Болды, балам. Көмектесеміз. Рахмет, әке. Рахмет көп сізге. Жақсы. Құдайым-ау, баламыз аман болса болды. Сен былай қыл. Ана пенсионкадағы барып, ақшаларды шешіп кел. Мен тағы бір жолын қарастырып көрейін. Құдайым-ай. Бар. Алло. Сенімсіз бе аға? Бұны қатты жақсы көрем деп, алдында сатпай жүр едіңіз. Неге сатайын деп жатырсыз? Жақсы ниетпен сатайын деп тұрмын.
әр нәрсенің өзінің уақыты болады екен ғой. Рүстем біле ме көке? Жоқ, білмейді. Дастанжан, бір өтінішім бар. Бұл мәселені Рүстемге айтпай-ақ қой. Шетте жүрген адам құр босқа уайымдап қалар. Жарайды көке. Жаңа көлік алам деп ниеттеніп едім. Сіз сатам дегеннен кейін осы көлікті алайын. Келістік көке. Бәрекелді. Құтты болсын. Ал, құтты болсын. Жақсы көке. Сенімді сергім едің. Сенімен де қоштасатын кез келді. Аман бол. Мен сіздер болмасаңыздар не істер едім? Рахмет көп сіздерге. Мен міндетті түрде бұл ақшаны қайтарамын. Қой балам, қайтарамың не? Біз саған қарызға беріп тұрған жоқпыз қой. Мен Аман болсаң болды. не қылса жүре берейін, ана жақта мына ақшаны күтіп тұр. Жарайды, жақсы. Кейінірек немерелеріңізді алып келем. Жолың Мүмкін болса сіздерді бірге алып кетерміз. Жақсы. Ай, абайлап жүр. Байқап жүр балам. Маған келе жатқанда қошалып келіңізші, я? Лабу деген, болмаса хаги-ваги да бола береді. Жақсы қызым, алып келем. Және еркайымның киімдерін үтіктеп беріп жүрсің бе? Я, және деген мені халім сұрайды ма десем? Жасын тайғазанның жасына келіп, еркелеп отпайтын шығарсың енді. Ағарыс, еркайымның аяқ киімін сүртіп қой, лас болып бармасын. Құп болады, тақсыр. Тағы басқа айтарыңыз бар ма? Бізде аманбыз негіз, жүрміз тірі. Біз бүгін менің ақшама тамақ алдық. Не дейсің қызым? Ұйықтаймын дейді, мам. Давайте. Тап атал түсте ма? Енді қызыңызды білесіз ғой, білген істейді. Давайте. Неге сөйлеуге мүмкіндік бермейсіңдер? Сен не үшін жек көретін түсіндім, стукач. Туф сенде. Мен не істедім сонша? Сен не істемедің деп сұрасай, кафеде ыдыс қалмады ғой, айналайын. Бәрін жаңадан әкеліп қойды ма бүгін? Сен өзі айлық аласың ба, жоқ па? Бір ай бойы босқа сандалып жүрсің, ары бер. Сандалып жүрген жоқ, зерттеп жүр. Нені? Сенде зерттейтін ми бар ма? Неге осымен бірдеңе айтсам, жылан шағылғандай болсын. Адамдар зерттеп жүрмін, психолог болсам ба дейм. Ура! Не ол? Қалаға сүйікті әншім концерт қояды екен. Енді соған ақша жинауым керек. Беретін барлық өтіп өтесе болар еді. Қайсыз, кім ол сонша? Мынау ма сонша шыңғырғанына BTS келе ма десем. Кетші бар. Ойбай белім. Шалал, не болып қалды? Тағы да белін ұстап қалды ма? Айттым ғой осы диванды көтермей ақ қояйық деп. Сонда немене, саған көтердік қояйын ба? Онда мен неменесіне еркек болып жүр бұл үйде? Ойбай. Шалау, машинамыз да жоқ, пенсиямыз да жоқ. Қалай өмір сүреміз? Қой, олай деме. Құдайдың құдіретіне шек келтіргендей болармыз. Ана Рүстемнің жіберген ақшасымен ғана күн көріп жүрміз. Ол күнде звондайды, жағдайларың қалай деп. Жақсы деп өтірік айтып жүр. Дұрыс. Мұхиттың арғы жағында жүргенде көңілі жарым болмайық. Онсыз да бар ақшаны содан алып отырмыз. Шалау, балалар шақыртайықшы. Бізді қолдарына алсын.
жасы келген адамдармыз. Бұдан әрі өмір сүру жеңіл болмайды. Алло. Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын. Адамның уақытысы жоқ кезде шақырады ғой өстіп. Не болды, мам? Сенің анау атаң мен апаң ауылға шақырыпты. Аптаның қақ ортасында. Айтпақшы, мам, бүгін ұлдармен футбол ойнаймыз. Мен кеш келемін. Қайда барсаң, онда бар. Шаруам жоқ. Өзің жыным ұстап жүрген дейді. Не іздеп жатсыз? Анау банк кіші. Апарып берейінші деп едің, екінші бармайтындай. Оның папа алдында барғанда апарып тастаған. Әкең ба? Иә. Неге айтпайды? Адам құсап бір сөйлескенді білмейді. Тура әке шешесінен айнымайды. Қайда жүр екен өзі? Осы маманың күліп жүретін кезі бола ма? Өмірі бір жамандықты тауып алып қиналып жүреді. Нең бар? Сосын үлкендердің ісіне араласын деп тақтая жесін, кетші бері керек. Енді ондай шешімді ақылдасып шешу керек қой, пап. Біз енді сіздерді бірден алып кете алмаймыз ғой. Жоқ, ондай мағынада емес. Енді өздеріңіз де білесіздер. Менің балаларым көп. Жұмысымда ауқымды емес. Оның үстіне қарызым бар, кредитім бар. Болды. Жетер. Пап, ашуланбаңыз. Егер енді қарсы болмасаңыздар, біз кенет тұрмыздар. Ойбай келін, сенікі жайшылық па? Кешіріңіз. Мен қазір. Арман, сен қандай оймен айттың? Сен сол сөзді ойланып айттың ба? Үйде екі подросток бар. Тағы да екі ауызды қалай асырамақсың сен? Қойшы болды. Мен қолыма алам деп айтқан жоқпын ғой. Жай көңілдер түспесін деп айттым. Оның үстіне ата-анам ғой мен. Қызық. Менде де ата-ана бар. Олар да қартайған. Оларды да алып алайық онда. Арман, сен айт. Біздің үйде орын жоқ деп. Түсіндің ба? Арман, бірден іске көшейін. Папашка мен мамашканы сен қолың аласың. Үйдің кенжесі сенсін. Неге мен? Неге мен? Ақша керек болса бірінші жүгіріп келетін сен емес пе? Сондықтан өзің ал қолыңа. Сен ағаңа қалай сөйлейтін болғасын? Мен онсыз да проблемам көп. Өзің жасап алған проблемаңды маған тықпа. Айқайламаңдар, үйге бәрі естіліп жатыр. Ертең ана көршілердің өсегіне қалармыз. Тоқтатыңдар болды. Менде бір ой бар. Пап, заман солай болып тұр ғой. Бала-шаға бар, қарыз бар, кредит бар. Бәрін мойнымызға алу оңай болмай тұр.
Әркімнің өз отбасы, өз тірлігі бар. Әркімнің өз отбасы бар дейсіңдер ме? Сонда сендердің отбастарыңа біз жығатпыз ба? Олай емес, пап, мам. Біз енді сіздерге шешімін айтып жатырмыз ғой. Қартайғанда екеуміз екі бөлек кетеміз бе сонда? Үй осы, пап. Келіңіз. Кішкене аздап шашылып жатыр. Мән білмеңіз. Келіңіз, жұмысқа кеткен сізбенге. Ой, алтындарым! Кәні, Ата, қош келдіңіз. Хоп, бәрекелді. Ой, жарығым. Мен сізге арнап кітаптар дайындап қойдым. Ой, алтыным. Рахмет, көп рахмет. Ал, Қанекей, балақай, кел. Саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Сіз келеді деп үйіміз шуап кетті ғой. Балалар, пап, сіз жайғаса беріңіз. Мен жұмысқа кетейін. Жақсы. Ой, айналай. Өй! Қазір мен сендерге ғажап нәрсе көрсетемін міне. Алақаныңды жай. Міне. Мынау не тағы? Бұл асық. Қазақтың ұлттық ойыны. Бұны қойдың жілігінен алады. Асық. Өлген қойдың ба? Фу. Өлген жануардың сен неге арқалап жүрсіз? Ата, соларға мән бермеңіз, өздері сондай бір түрлі. Ой, айналай, мына жерді жинай. Ой. Мына үйді жинайық. Бәрекелді. Балалар, сабақтарың қалай, бәрі жақсы ма? Норм, пойдет. Қызыма, үстіңдегі киімің не? Қыз бала деген әдемі киініп, көйлек киіп жүрмей ме? Апа, біріншіден, мен сіздің қызыңыз емеспін. Ал екіншіден, киімімде шаруаңыз болмасын. Ойбай-ау, үлкен кісіге қалай сөйлейсің? Келін... Өз балаларымды өзім тәрбиелеймін, апа. Сіз араласпай қойыңызшы. Мам, мен футбол жазасыздар ма? Жоқ па? Өзің жұмыс істеп табайын бақшаны. Соңғы кезде ондай мәселені әкең шешіп жүр ғой. Әкеңнен сұра. Алло. Не болды? Қайтарам дедім ғой ақшаны. Қайтарам. Сәл күтіңдерші. Давай. Пап, аты неге біздің үйде тұрады? Жоқ, ұяладына ғой, неге менің бөлмемде ағарсын қасында тұра берсін да? Армандапсың, тұрмайды. Пап, ата маған өлген қойдың сүйегін берді. Баяғы бір ойындардай. Қорқынышты ғой, ата. Сендердің шағымдарың бітпейді екен. Басымды қатырмаңдаршы. Мен жұмысқа кетіп бара жатырмын. Қанша рет айтамын сендерге, босқа өре болмаңдар. Кеш қалса жеп қаласың. Және, бұл не сөз тағы? Мама келді, ура! Алтын қызым, менің қалайсың, жақсың ба? Қарның тоқ па? Сабағыңды оқыдың ба? Арман, не жатсы сенікі? Сен енді жұмыстан келдім ғой. Шешеңді үйге әкеліп, өзің бөлмеге кіріп ал. Рахат сенікі? Қош есен. Қалай қош сене? Келгеніне бір-ақ күн болды.
то мынауың дұрыс емес, то анауың дұрыс емес. Ананы яқа қой, мынаны мына яқа қой деп кешке дейін ханым түшті ғой. Сөйлеш, естіп қойды. Ести берсін. Не, мен сонда өз үйімде сыбырлап сөйлеуім керек па не? Арман, сен анаң айт, маған бұйрық бермесін. Түсіндің ба? Жарайды, айтамыз. Сабыр сақта сенде. Кетші. Қызым, түнделетіп қайда барасың? Не жұмысыңыз бар? Көшеге кетіп бара жатырмын. Достарыммен жолығам. Түнделетіп жүру қызға қауіпті ғой. Апа, қош, миымды ашытып жібердің ғой. Сіз менің әкем емес, не шешем емессіз. Қызым! Ой, ол жігітімен кездесуге бара жатыр. Сізді бәрі де тыңдамайды да ғой. Мен сіздің орныңызда болсам, тыныш отыра беретін едім. Неңіз бар? Балам, қазір не істейсің? Екеуміз телевизор көрейік. Мен сіздің тамағыңызды бір рет жесем, біз жақын болып кеттік дегенді білдірмейді. Жоқ, балам. Бізді бәрі жақсы. Алаңдама. Олжастың үйінде қонақтамыз. Ақша жетеді. Әке, сіздерді өзімнің қасыма алып кетсем ба деп ойлап едім. Қой, балам. Ойбай-ау қартайғанда өз топырағыңа не жетсін. Өз жерімізде болайық та. Жарайды, әке, дегеніңіз болсын. Бірақ менің ұсынысым әрқашан өз күшінде. Жақсы, балам. Жарайды. Жарас, салфетканы дұрыстап барып қою керек деп қанша рет айтам? Салфетканы бәрібір бысшын шығарады онсан деп не керек? Ай, балалар амансыңдар ма? Саламатсыз ата, қош келдіңіз. Шайларың бар ма? Әрине ата, қандай шай керек? Көк, қара, қантпен, қантсыз. Ой, бәрекелді. Ай, осымен 4-ші кафеге кіріп тұрмын. Ешқайсы дұрыстап шай дайындай алмайды екен. Қазір ата, менің атам жақсы көретін бір шай бар еді, соны сізге демдеп берейін. Жүріңіз. Бәрекелді, жақсы болды ғой. Әлі, қайда отырмыз? Ата, бұл шай әжем рецепті бойынша. Өзім дайындадым. Айым, қонаққа шай қойсаңшы. Қазір. Ой, рахмет. Айналайын. Әне? Бәрекелді, бісмілда. Не деген дәмді шай, а? Тура менің кемпірімнің дайындаған шайы сияқты дәмді екен. Тіпті кемпірім өзі құйып бергендей болды ғой. Рахмет, айналайындар. Бақытты болыңдар. Ай, бәрекелді. Сіз ба? Бәсе, менің мамам қайдан ғана бір жерде дайындап қалды десем? Балам, кел шай ішейік. Отыр. Мінеке, Анжу, сен кеше өте кеш келдің. Бірдеңе ұғынып қалама деп қатты уайымдап шықтым. Неге күтесіз сенді? Шатай бермедіңіз ба? Кел, шай ішеміз, кел отыра ғой. Мінеке қара, мен пирог тапсырдым. Қазір ыстық бауырсақта дайын болады. Анжу, бір жолы отыра салайықшы, қарным ашты. Жарайды. Қазір мінеке. Майдың иісін састып, не істеп жатырсыз?
Мен сізге қанша рет айттым тамақ дайындамаңыз деп. Сен түнгісі менде болғасын балаларға дайындағаның ғой. Керек болса өзім дайындап берем. Кіріңдер бөлмеге. Сен де кір. Адамның берекесін алып болдыңыздар ғой. Астарың дәмді болсын. Bismillah. Kızım. Ya, bismillah. Қайда барасыңдар? Мына жерден бір түрлі шығады, мұрным ашып кетті. Иә. Ата соңғы рет қашан душ қабылдағансыз? Балам? Енді шынымен ата келген кезде шықты ғой. Егер кәріліктен есі осындай болатын болса, мен қартаймай-ақ қойдым. Мам, біз бөлмемізде аламыз. Жарайды. Ата, сіз өзіңіз құйып іше беріңізші. Мен жұмысқа кетуім керек, асығысын. Ештеңітпейді ата, мен сіздің қасыңда отырып шай ішемін. Сіз мен досым Сәняны білесіз ба? Ой, білмейді екенсіз ғой. Менің мектепте Сәня деген құрбым бар. Өзі жылауық, сол бір күні. Не oldu, не киноға кешіп жүрсің? Қош, киноға барғанша серуендеп қайтайық. Жарайды. Бір настроение шығып. Жай. Үнжол, сен мұнда не істеп жүрсің? Салауатсы. Кім бұл Үнжол? Әже, сіз мұнда не істеп жүрсіз? Әже? Кездесуге әжеңмен бірге шығатын болғансың ба сен? Жоқ. Өзі ғой мені аңдып. Үйге бара беріңіз. Мен сәлден соң қайтам. Жоқ, үйге жүр. Бара беріңіз дедім ғой. Неге бірден айтқан сөз түсінбейсіз? Кетіңіз. Топашлық ол sizin үйіңіз емес. Шыныңды айтсаң қыз. Кеше түнде қайда жүрсің? Мен саған айтып едім ғой. Үйден шықсаң, аяғыңды сындырамын деп. Мам, мен әлгі... Кенежан, ашуланба. Біз екеуміз сыртта жүрдік. Ауылды сағынған соң ба, мазам болмай, екеуміз серуендеп қайттық. Рас па? Иә, мам. Солай болды. Әже екеуміз жүріп қайттық. Рахмет. Әже, кеше үшін кешіріңізші. Мен артық кеттім. Оғаш жоқ, қызым, оғаш жоқ. Қызым, мына алқа менің анамның алқасы. Бұл алқаны анам маған сыйлаған. Енді мен саған сыйлаймын, қызым. Кеткеніме 1 сағат болды. Немене? Достар солансыңдар ма? Келе ғой, жөнім ұстабы, келе ғой. Саған да сыйлығым бар. Міне, мынау атаңның сақинасы. Оған өз атасы берген. Бұл біздің отбасымыздың мұрасы. Жоғалтып алма. Вау! Рахмет, әже. Әдемі екен, қымбат тұратын шығар. Оны қайтесің, жаным. Жандарым менің.
Міне, ерке. Рахмет ата, сондай әдемі екен. Ата, неге біздің үйге ертерек келмегенсіз? Ой, жан. Ал, мінекей жаным, мынау саған. Көрдің ба? О, ән. Осыға өре болдыңыз ғой, керек емес еді. Онда маған бере сал. Жоқ, ол менікі. Ой, жан. Әр нәрсенің өз орны бар. Бұл оның несібесі. Ал мен саған кейін басқасын жасап берем. Мәс саған ата. Мына ойын қатты дәлдікті қажет етеді екен. Ей, ол былай. Әкелді. Ол былай. Мінекей, міне. Көрдің бе міне? Қалай бір атқаннан тигізіп жатсыз? Ой, бұл бала кезден бері үйренген нәрсе өзіңмен бірге кетеді. Әлі сен менен де мықты мерген боласың, білдің ба? Мен де ойнайыншы. Асық деген тек балаларға арнап жасамаған шығар. Мә, ал, қане сен де ат. Мінекей, мә. Ал атыңдар, ал, қане. Айкөл ыдыстарында қонақ кеткенсін әкеп бері. Апа келіп отыр. Екі баласы екеуін екі жаққа бөліп жіберіп. Қиын болған екен. Қартайғанда шансыз жүргені қалай болар екен? Амансыз ба көрші, қалыңыз қалай? Шүкір жақсы. Өздерің аман болыңдар. Рахмет көрші. Жарайды Айгүл, кеттім. Көріскенше аман. Жақсы аға. Жақсы екен. Қымбат тұратыны көрініп тұр. Мен саған не айттым? Бұл деген нағыз көне бұйым, аласыңдар ма? 30 мың теңген көп болып тұр ғой, түсейік кішкене. Жоқ, түсе алмаймын, маған ақша керек. Либо алыңдар, либо кетіңдер. Онсыз да алам дейтіндер көп. Болды, аламыз. Ақшаны ертең әкеліп беремін. Давайте онда. Давай онда ертең кездесеміз. Әже, сіз бағанан бері тыңдап тұрсыз ба не? Мен әлгі маған ақша керек еді. О, қазір көреміз. Міне, тап-дайын. Осыны папаға мың рет айтып едік, әніміз енді жөнделіп жатыр. Сіз келіп, үйге береке кіргендей болды ғой. Ой, айналайын. Қызым, саған не әкелдім, көрдің ба? Рахмет әке. Ой, мен сұлу қызым. Маған ұнайтын тәтті әкепсіз ғой. Сен бұдан да тәттісің ғой? Әй, балам. Ау, бап. Ағарыс пен Жәния ғана әкелді. Бұлар үлкен ғой. Бұларға еш нәрсе керек емес. Балам, бұларды бөліп жаруға сен ұялмайсың ба? Жоқ әлде ертеңде саған сондай қарым-қатынас жасағанын қалайсың ба? Пап, онсыз да бұлардың сабағына қанша ақша кетіп жатыр. Ол сенің міндетің? Мен қашан үшеуіңді бөліп жарып едім? Түсіндім, пап. Онда мен магазинге барып келейін. Е? Ата, мен бөлісіп жеймін. Келіңдер, бірге бөлісіп жейік. Рахмет сізге ата. Бәрекелді. Мін? Ай, яз сәмбат. Мәңіз ата, сізге. Ой, рахмет, бақытты бол. Дәмде күнім? Не үшін шақырғандарыңды түсіне алмадым. Біздің ата мен әжеге қатысымыз бар. Оларды бөлген біз емес қой. Жоқ, бірақ сендер енді ата-аналарыңды көндіре аласыңдар ғой. Соны не істейсің бізге? Жалайқа барып. Жалыныңдар демейміз, жай ғана түсіндірсіңдер. Ержан ата мен Қалид әже бір-бірінен жырақта қатты қиналып жүр. Иә, оны байқадық.
Мен ештеңе уәде бере алмаймын, бірақ тырысып көрейін. Не қыл деп ақыл айтып тұрсыңдар сендер. Не дейсің? Неге ата мен апаны бөлдіңіздер? Ол кісілер бір-бірін сағынып жүр ғой. Сағынса көрісер. Не бопты соншама? Мам, біз оны айтып тұрған жоқпыз. Өзіңіз де түсініп тұрсыз ғой. Қойшы сен. Ей, Мұстафа. Сендер кіп-кішкентай болып алып, мына үлкендердің әңгімесіне араласпаңдар. Түсініңдер ме? Қарай көр бұларды. Бірақ пап. Болды. Сөз доғар. Ол үлкендердің әңгімесі. Сендерден ешкім ештеңе сұраған жоқ. Мам, пап, біз де өскенде сіздерді осылай бөліп аламыз ба? Не айтып отырсың қызым? Бұл не әңгіме тағы? Енді сіздер олардың қалауын ескеріп жатқан жоқсыздар ғой. Біз де солай жасаймыз ба? Сендердің тілдерін шайын деген ба? Басқа шығарған сайын қара бұларды. Барыңдар бөлмелеріңе. Бірақ. Барыңдар дедім. Айттым саған, әкең балаларды бізге қарсы қояды деп. Жарас қара, Ержанзаның күнделік түсіп қалыпты. Күнделік емес, ал бізге айтып жүрген оқиғалар ғой. Я, шынымен сол шығар. Қап, ұмыт кеткен болар. Апарып беру керек. Қоя тұр, сәлте тұрайық, менде бір ой бар. Сіз дайынсыз ба? Қайда? Мені?
Ал бұл біздің сюрприз. Бұл қалай? Бұл? Ағылшынша жазайын ба? Америкада емес па? Қуасың ба? Қайда болса да қазақ қой. Әкет өзім жазам. Так. Рүстем сіздер туралы көп айтып еді. Танысқаныма қуаныштымын. Біз де қызым, біз де қуаныштымыз. Ал, балалар, сіздерге шынайы адами алғысымды айтқым келеді. Осы әкеме бас көз болғандарыңыз үшін рахмет. Бұл балалар өте жақсы, тәрбиелі балалар. Құдай бере сағандар ғой әшейіне. Аталарым дұрыс айтады. Балалар деген керемет. Әже, Мама, папа, енді бұйырса, менің бір үлкен арманым бар. Бір шаңырақтың астында бәріміз өмір сүрсек, қалай қарайсыздар? Ол үстіне келіндеріңізбен де жақсылап танысар едіңіздер. Иә, шетелде жүріп біраз көрісе алмадық. Жақсылап танысып, білісіп дегендей. Ойбай-ау, ол қалай олар екен? Әке, бәрі жақсы болады, маған сеніңізші. Бетімді қайтармаңыздар. Оның үстіне мен сіздерді өте қатты сағындым. Біздер бірге ме? Мама, әрине бірге. Енді мен сіздерді екі жаққа бөл қойып, ақылымнан адасқан жоқ шығармын. Иә, егер келсеңіздер бізді бақыт етер едіңіздер. Келетінді ертерек айтпадың ба? Ет асып қоятын ақы. Иә, дұрыс айтады. Сонша базарлық алып келіпсің. Біз де ештеңе дайын емес. Ата бізге хабарласып тұрыңыз, иә? Біз де сізге барып тұрамыз. Асық ойнағым келсе сізге барам. Біздің үй жақтағылардың ешқайсысы білмейді екен. Ата, басқа немелерді жақсы көріп бізді ұмытып кетпеңіз. Ой, айналайындар, мен сендерді қалай ғана ұмытайын. Келіңдер, біз сендерді күтеміз. Келіп тұрыңдар, жақсы ма? Ал, жарайды едіңіз. Біз жолға шығайық, әке маған берсін. Ал, келіп қайт. Жақсылап сабақтарыңды оқыңдар, иә? Келе ғой жаңа. Отырамыз. Жақсы. Маған әрқайсысыңа 5 мың теңгеден беріп едім, бір хесап жеңдер, иә? Жүріңіз, әке. Сау болыңыз. Жақсы. Апа, кешіріңізші. Не, аңыз, мен бұған лайық емеспін. Мен саған ренжімеймін бар. Кінәні мойындау ол адамзаттың ең адалдығының белгісі. Ала қойып, сен енді осыған лайықсың. Жоғалды. Әже, егер біз сағынып жатсаңыз, қайтып келіңіз. Көрей ма? Әрине ал. Ал, мама, жақсы жол жүрейік. Үнжу, жақсы. Сау бол. Давай, Мұстафа. Иә, балалар, қалайсыңдар? Мені үшін шақырдыңдар? Аға,
Бұл Ержан атаның күнделігі, то есть жазбасы. Ата өзінің кітабын шығаруды армандап еді, ал бұл сол кітаптың жазбаша нұсқасы. Балалар. Мынаны қайдан тауып алғансыңдар? Мен марғұл мынаны соңғы рет шатаспасам 10 жыл бұрын көргем. Аға, біз мұнда Ержан ата бізге айтқан әңгімелерін жазып түстік. Және де аздаған түзетулер енгіздік. Аға, бұл жазбаны кітап қылып шығару үшін бізге көп көлемде ақша керек. Ал бізде ондай ақша жоқ. Сіз көмектесе аласыз ба? Біздікі жай ой ғой. Көмектеспесеңіз ренжімейміз. Балалар, оны дегендерің. Әрине мен сендерге көмектесем. Мен блокнотқа қарап отырып қазір қатты ұялып отырмын. Негізінде ынта білдіретін сендер емес, мен өзім едім. Аға, Ержан ата біз үшін бөтен адам емес, ол біздің сыйлы қонағымыз. Сіз бізге көмектесе аласыз ба? Әрине көмектесем. Бәрін ұйымдастыруға болады. Әкеш қолымды. Әже, шулап миларыңыз ашып жүрген жоқпыз ба? Ой, жоқ, айналайын. Шулай беріңдер. Қайта біз сендердің шулағандарынан рахаттанып отырған жоқ. Рахаттанып отырмыз. Әке, апа, дастарханға отырыңыздар. Тамақ дайын болды. Отырыңыздар. Ей, папа, сіз не істеп жатсыз? Төрге шықсаңызшы. Айналайын, Рүстем, ол сенің орның. Осы үйдің иесі сенсің ғой. Ой, папа, о не дегеніңіз, бұл о бастан сіздің орныңыз ғой. Үйдің иесі төрде отыру керек қой. Ешқашан осылай ажырамай жүріңіз. Айтқаны кесім отырсаңшы енді. Жарайды, ал, папа. Ал дастарханға бата жасап жіберейік. Ал дастарханымыз берекелі болсын, үйіміз мерекелі болсын. Ал енді мына кемпірді қалай айландырып алғанымды айтайын ба? Кімді күтіп тұрмыз? Мен қайдан білейін? Ата, апа, күте тұрыңыздар, кішкене күте тұрыңыздар. Әке! Әкетай! Адам болып келгеннен кейін бәріміздің арманымыз бар ғой. Осы бір арманыңызды орындасам, менде арман жоқ. Ендеше мінекей, мынау сіздің кітабыңыз, әке. Талай жылғы еңбегіңіздің бәрі осының ішінде. Балам, бұл... Әкетай, сіз осыған лайықтысыз. Рахмет. Сонда бұл қалай? Ата, бұл сіздің қойын дәптеріңіз. Көп материалды осы кітаптың ішінен алдық. Не? Ой. Ал ендеше не тұрыс? Бәріміз жиналып қалыппыз. Орталық кітапханаға барып, әкеміздің кітабының тұсауын кесіп бермейік па? Рүстем, айналайын. Ана Олжас пен Арманды шақырайықшы. Шақырайық? Ендеше жүріңіздер, әке. Кемпір айналайын.
Рахмет аға. Аға, бұл кітапты кімге арнадыңыз? Бұл кітап менің отбасым туралы. Қазақта бір анадан алада туады, құлада туады деген бар емес пе? Бірақ бәріміздің түбіміз бір. Иә, бізге әкеміз бәрін үйреткен. Біз де әкеміз сияқты еңбекқормыз. Иә, әрқашанда арқа сүйері әкеміздің арқасында біз де үлкен жетістіктерге жетіп отырмыз. Әрине. Сіздің ойыңызша отбасы деген не? Отбасы деген бұл бір үлкен ағаш бәйтерек. Оның бұтақтары балалары, жапырақтары немерелері. Ал оның діңгегі атасы мен анасы. Діңгек болмаса ағаш құлайды. Оны мәпелеп өсіру ата-ананың борышы. Кезінде кейбір бұтақтардың майысқанын, қисайғанын көрмегенім өкінішті-ақ. Бірақ оны түзетуге әлі де болса кеш емес. Сондықтан да кітаптың атын Бағбан деп атадым. Қарағым. Біздің ата мен әжеге бала болғаныңыз үшін рахмет аға. Жон, мен. Иә, сізде баласы бар, олар бақытты ғой. Соны айтсаңшы, біздің ата-аналарымыз сияқтымыз. Қой, балалар, өйтіп айтпаңдар. Ата-ана деген ол өте қасиетті сөз, балалар. Оған ешқашан ренжуге болмайды. Ұқтыңдар ма? Өйткені ол сендердің ата-аналарың. Жарайды аға, кешіріңіз. Енді ата мен әжені тастап кетпейсіз ғой, а? О, не дегенім, Ботақан? Әрине тастамайды. Мен бар ғой, балалар, жалпы бұрыннан келатқан өзімнің бір ешкімге айтпай жүрген арманым бар. Мен бұйырса бір шаңырақтың астында өзімнің әке-шешеммен өмір сүргім келеді. Бұйырса сендерді келіп тұрыңдар біздің үйге, иә? Есік сендер үшін әр қашанда ашық, балалар. Міндетті түрде келіңдер. Бір дастарханда отырайық. Сосын саябаққа жүріп қайтайық бәріміз, Иә. Қызығымыз таусылмасын, балалар. Балалар, жалпы мынау бауыр деген ұғым, ол кез келген адамға берілмейтін үлкен бақ десем де болады. Жақсы аға, ақылыңызды түсіндік. Уайымдамаңыз, бізден де үлгі алатын ағаларымыз бар ғой. Жарайсыңдар. Не деген ақылдысыңдар бәрің, келе ғой. Ей, шандарым, сол. Аман жүріңдер. WhatsApp-қа жазып тұрыңдар, жарай ма? Бала кезімде мен үшін отбасы ең үлкен әлем еді. Әкемнің күлкісі, анамның мейірімі, бауырларымның шаттығы. Бәрі мен үшін нағыз бақыт болатын. Бақыт деген алаңсыз балалық шақ, қайғысыз кәрілік шақ. Және әр сәтті сезініп рахаттана алатын осы шақ екен. Бақыт деген алыс жолда жүргенде қайта кері қайтатын үйіңнің болғаны. Сәлем құрметті достар, егер де сіз үлкен киноға түскіңіз келсе, Қазпродакшн түсіргелі жатқан киноның кастингіне кел. Менімен бірге